şükür Allah'ım. Әже! Әжетай! Құлыным келіп қалдың ба? Айналайын. Әже, далада керемет болып жатыр. Ән айтып шуылдаған дауыстар естілді. Жүріңіз көрейік. Ой, құлыным-ау, бұл тәуелсіздік күніне арналған дайындық шығар. Әжетай, тәуелсіз деген не? Тәуелсіздік деген бұл сенің еркіндігін, болашағын, бостандығың, бақытың балам. Біздің кезімізде бұндай еркіндік көрген емеспіз. Сол кездерді айтып беріңізші. Ой, Аллам балам-ау. Ол кезді ойласам, басым шыңылдап тұрып ауырып кетеді. Қой, одан да мен біраз жатып тынығайын. Әжетай, мен онда ағама болысып келейін. Ай, бара ғой. Қазір тоқтай тұр. Ой, Алла. Құлыным-ау. Бара ғой. Мә, ала ғой. Бара ғой. Алла. Тәуелсіздігіміз ұзағынан болғай. Тәуелсіздігіміз мәңгі жарық болсын. Ой, бұл бүкіл ел тойлап жатқанда менің жатысым не? Қой, дайындыққа кірісейін. Мерекеге олай тұса берсін. Қазір біреу келіп қалса, солым жайнап тұр. Құдайға шүкір. Мерекелерің құтты болсын. Ой, замандастар-ай, қош келдіңдер. Қош көрдік, төрлетіңдер. Аллаға шүкір замандас, мінеки тәуелсіздіктің арқасында 30 жыл тату тәтті өмір сүріп жатырмыз. Осы мерекеміз құтты болсын. Алайым тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын.
по лужам мы в детстве босиком. За 10 километров в любую непогоду ведь мы ходили в школу туда-сюда пешком. За 10 километров в любую непогоду ведь мы ходили в школу туда-сюда пешком. А мы не скрываем, что из деревни родом, что деревянной ложкой хлебали суп и щи. И способом надежным, проверенным, народным на всех лечили мамы на огненной печи. И способом надежным, проверенным, народным на всех лечили мамы на огненной печи. А мы не скрываем, что из деревни родом ходили за грибами в соседние леса и ощущали счастье душой, были свободны, когда упав на травы глядели в небеса. И ощущали счастье душой, были свободны, когда упав на травы глядели в небеса. А мы не скрываем, что из деревни родом, что в бедности в работе пришлось когда-то жить. Но только научили прожитые там годы любви и уважению и труд людей ценить. Но только научили прожитые там годы любви и уважению и труд людей ценить. А мы не скрываем, что из деревни родом, вам скажем без кокетства, что этим я горжусь. И чувствуем душою, что дети мы природы, пусть даже деревенщиной всем нас считают путь. И чувствуем душою, что дети мы природы, пусть даже деревенщиной всем нас считают путь. А мы не скрываем, что из деревни родом теперь таких загадок нам видеть не пришлось. И не сотрут из памяти деревню наши годы. Спасибо тебе, Господи, что жить там довелось. И не сотрут из памяти деревню наши годы. Спасибо тебе, Господи, что жить там довелось. А мы не скрываем, что из деревни родом, так значит принимайте такими, как мы есть. Меняться мы не станем, кому-то нам в угоду. Родились мы в деревне, и нам хвала и честь. Меняться мы не станем, кому-то там в угоду. Родились мы в деревне, и нам хвала и честь. Assalamualaikum. Ramazan yerinizi esip bizden köyünüzde gelip kaldık abay. Hoş geldinizler, töreledinizler aynalayınlar. Амансыздар ма? Тәуелсіздік мерекесіне арналған ән шашуларыңызды бастап кетіпсіздер ғой. Олай болса, біз де бос кірген жоқпыз. Тамаша әнімізді ұсынсақ. Бәрекелді. Мерекелерің құтты болсын айналайындар. Thank you.
Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кембіра, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші, қазағымыздың үкілі домбырасымен тамаша күйімізді ойнап берсек. Бәрекелді, әрине ойнай ғой бала. Қабыл алыңыздар.
Баршаңызға қайырлы күн. Мен Бисмилдин Айсұлу Тоқтасын қызы. Бүгінгі таңда Май ауданына қарасты Ақжар ауылының ауылдық клубының әдіскері болып қызмет атқарамын. Әр адамның өз қызметінен басқа қызығушылықпен айналысатын бір ісі болады. Менің де бос уақытымда зор ықыласпен ләззат ала отырып айналысатын хоббиім ол қазақ халқының қолөнері. Қолөнер менің егізім. Себебі әр қолына шыққан әр туындыда менің күш-жігерім, ұлттық өнерге деген махаббатым жатыр десе де болады. Менің туындыларым ішінде заман өзгерсе де өзіндік құндылықтарын жоғалтпаған. Бүгінде қолданыста әр үйдің төрінде көзін жауын алар құрақ көрпе, жақсылықтың жаршысы, тойбастар, қоржын, аналар мұрасы, қыз жасауы бар. Ал қазір сіздердің назарларыңызға оюлы құрақтың жасалу жолдарын таныстырамын. Құрақ тігу үшін бізге екі түсті мата керек және паутина керек болады. Оюды теріс жағына түсіріп аласыздар трафаретпен. Сосын оны мен міне алдын ала дайындап қойдым. Сіздердің уақытты алмау үшін. Қазір оны қиып аламыз. Міне мен оюды қиып алдым. Енді бұл оюды басты матаға осылай қойып аламыз. Қойып алдық. Оны сосын үтікпен жапсырамыз. Бағана айттым ғой мен, оюдың астына етеміз деп. Паутина сол үшін бізге керек. Оюды осылай үтіктеп аламыз. Осындай құрақ шықты менен. Сіздер өздеріңізге көрпенің көлеміне байланысты осындай құрақтардан тігіп алып, бір-біріне жалғастырсаңыз шығады.
Биыл тәуелсіздігімізге 30 жыл толғалы отыр. Баршаңызды осы алда келе жатқан айтулы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Беделді де берекелі, ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі баянды болғай. Назарларыңызға